Армысыз ағайын, бұл әдеп ашық алаңының кезекті шығарылымы, жүргізушісі мен Анар Тәңірберген, және де бүгінгі біздің ашық алаңымыздың қонағы, танымал жүргізуші, тележурналист Мақсат Толықбай. Қош келдіңіз. Рахмет. Ашық алаң деген сөз жылы естіліп тұр маған. Мен де күнде жүргізетін бағдарламама ашық алаң еді. Келгеніңізге рахмет, біздің ұсынысымызды қабыл алғаныңызға рахмет. Көгілдір экранда сіз бұқара халықты толғандыратын мәселелерді көтеріп жүресіз. Бүгін біз керісінше сізді өзіміздің ашық алаңымызға шақырып, сіздің ойыңызды білгіміз келді. Енді сіз медиа саласының майталманы ретінде, алғашқы сұрағымды осы медиа саласына қатысты қойсам, сіздің ойыңызша мемлекеттік қызметшілер мен бұқараның арасы қаншалықты алшақ? Енді біріншіден Қасым-Жомарт Тоқаев ең бірінші жолдауында жаңа халық үніне құлақ асатын мемлекет концепциясын ұсынды ғой, ол бекерден бекер емес. Енді алшақтап кеткен рас, бұл жерде барлық еркіндік мәселесіне тіреледі. Ол еркіндік болмай бір жағынан мемлекет қызметшілерге ол ашықтықты қалай сұрайсың? Мысалы үшін мен қазір аптасында 5 күн бойы шығамыз ашық алаң бағдарламасы тікелей эфирге. Осы бір жылдың ішінде 1000-ға жуық хабар жасаппыз. Көптеген мәселе көтересің, сол қазір елдің айтып жүрген қымбатшылық мәселесі болсын, жаңа ауыл шаруашылық министрлігінен сұрайсың, ол біреуге сілтейді, жаңа сауда министрлігі, оның өкілінен сұрасаң, ол әкімдікке сілтейді, әкімдіктен сұрасаң, бәсекелестік қорғау агенттігінен сілтейді. Ана студияда кім жоқ, соңында сол күн әлі болып шығады. Көрдіңіз ғой, өйткені біз жауапкершілікті мойнымызға алудан қорқамыз. Ондай еркіндік мәселесі. Енді студиядан шыққанда олар айтып жатады, мәке ол шындығында былай ғой. Енді айтпайсың, оны айта алмаймыз дейді. Көрдіңіз бе? Біз өзінің қолдарын байлап ұстағанбыз. Бізде ол проблеманы жасырғанмен ол жазылып кетпейді ғой. Керісінше осы нәрселердің барлығы ашық көтерілу керек. Мысалы үшін халық өзінің естігісі келген нәрсесін ол телеарнадан көре алмаса, газеттен оқи алмаса, мемлекеттік қызметшінің аузынан ести алмаса, аяқта парламентте ол нәрсе талқыланбаса, ол не істейді? Амалсыз көшеге шығады. Сондықтан қоғамда осындай проблемалардың барлығы ашылық айту керек. Адам көріп отырып буын парын шығару керек. Айту біреу бар екен ғой айтып жатқан деп. Сол кезде шешіледі. Ол ең оңай нәрсе 5 оппозиционердің басын қосып бағдарлама жасау, үкімет қайда қарап отыр деп. Бұл енді біздікі солар табыстыру алаңы ғой. Көңіл толмай жүрген адам шақырамыз. Мына жақта ол әкімдік өкілі болсын, министрлік өкілі болсын. Міне бір-біріне сұрақ қойыңдар. Біз алаң ұсынып отырмыз. Сондай жерде жақсы ол ұсыныс айту мүмкін, ол министрге жеткізіледі. Әдемі дүниеде осындай алаң ұсыну платформа. Сондықтан біз енді үйреніп келе жатырмыз. Басында мені де түске дейін жұмыс қалып, түстен кейін жұмыстан шығарып отыратын. Соны айтымда ол сендер лаубой кейде пропаганда, кейде бір түсіндіру графикімен дайындайсың, оны ел түсінбейді. Мәселе ашық айтылу керек деп. Қарапайым тілмен. Сол мемлекеттік қызметшілердің өзі күнде өйтіп ашық алаңға шыға бермейді ғой. Басында олар да сөйлей алмай, сөздерін жеткізе алмай тұрып, қазір байқаймын, одан 5-6 эфирге шыққаннан кейін өздері ешкімге сөз бермейді. Көрдіңіздер ғой, кішкене сондай бір еркіндік беруіміз керек біз. Одан кейін былтыр төрағаларыңыз айтқам, әдеп туралы бізде кодексі. Біз мемлекет қызметшінің өзінің барлығына шектеп тастағанбыз. Жаңа тойда елмен бірге отыруға болмайды деген секілді. Баяғыда смартфонды тартып алдық қолдарынан. Ол да қоғамның өкілі ғой, жақындық деген сол. Неге ол бір кафеде әкім қарапайым тұрғын бірге отырмайды? Олар да тойласын, олар да дискотекаға барсын, олар да билесін. Енді шыва біреудің мұрнын бұзбаса болды ғой. Міне халықтың ортасында жүру керек. Жақындық деген осы. Енді жаңа Қазақстан дейміз, бұдан кейін бірден өзгеретін шығар. Енді сөзіңіз аузыңызда жуырда мемлекет басшысы әдеп кодексінің жаңа редакциясын бекіткен болатын. Ол жерде мемлекеттік қызметшілердің ұстануы қажет 6 қағида бекітілді. Соның бірі ашықтық, клиентке бағдарлануы деп жатамыз. Бірақ дегенмен енді мемлекеттік қызметші өзіңіз айтып кеткенде бір қоғамның бір бөлшегі, ол да бір қалыптасқан ортасы бар деген сияқты. Мүмкін ол өзінің болмысымен сондай бір тұйық. Енді ашықтық деп жатырмыз. Мемлекеттік қызметшілерді заңи тұрғыда ашықтыққа міндеттегенмен, бірақ оған қосымша қандай бір жұмыстар жүргізілуі керек деп ойлайсыз? Қазір бізде басты жүргізілу керек жұмыс, заман өзгеріп кетті. Оның ішінде мына жаңа медиа бар, Facebook, әлеуметтік желі, білесіздер ғой. Фейк ақпараттармен күрес, жалған ақпарат тіпті сен іздемесең де өз телефоныңа келіп тұрады. Сондықтан бұл фейкті жоюдың жалғыз жолы бұл жедел қызмет ету. Біз осы жағынан кеш қалып жатсыздар. Мысалы үшін қандай да бір төтенше жағдай болды бір облыста. Бір жерде жарылыс болды делік. Сол бас аяғы жарты сағаттың ішінде аяғына герзбетін киіп, әкімнің заң сөзін табылу керек. Ол блогер келе ма, телеарналарға бере ма, шынайы сөз жауап беру үшін осындай жұмыс болып жатыр. Қазір тергеу үстінде жаңа осынша уақытта өрт өшірілді, басқасын басқа. Енді 3 сағатқа кешіксе не болады сол зам әкім? Ол жерде кез келген өңірде бар араңдаушы топтар, олар өздерінің блогерларын жібереді. Міне жарылыста бәленбай адам өліпті, басқа өліпті, мынандай жағдай болыпты деп. Енді ресми ақпарат жоқ.
Мен енді журналист ретінде мен бірден сене салмауым мүмкін ғой. Ресми сайттар кіріп көру мүмкін, Тенгринюс тыныш, Азаттық рух тыныш, анау тыныш деген секілді. Соны амалсын не істеймін? Мен де сенемін сол жаңалыққа. Фейк осыдан пайда болады. Сондықтан осындай фейк ақпараттарды жеңу үшін біз жедел жұмыс істеуіміз керек. Бүкіл ол мемлекеттік ақпарат кеңістігін ресми ақпараттармен дер кезінде толтырып отыруымыз керек. Бізде осы нәрсе жетіспей жатыр. Журналистер камерасын көтеріп, артынан іздеп жүреді жүгіріп. Көрдіңіздер ғой. Іле сол кезде орнынан табылса, қандай жағдай болмасын. Көп мәселе проблема күн тәртібінен өзіне түсіп қалар еді. Және әр өңірде осы түрден проблема не екенін біледі ол әкімдер, білмейді емес. Сол жақта ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері бар, прокуратураң бар, мәслихатың бар, басқасы бар. Соны алдын алуға болады ол болжап. Олар көшеге шыққанша сен бірінші барып кездес. Мынандай мәселе болып жатыр. Арасында белсенділерді сол жұмыс тобына қосып қой. Осы мәселені көтерейік деп, әкім біледі екен ғой, мынадан хабардар екен ғой деп. Міне біз салдарымен күресеміз, алдын алу деген осы. Ашықтық. Енді мемлекеттік қызметшілермен расымен де әлеуметтік желілерде олардың атына айтылып жатырған сын пікірлер күннен күнге азаяр емес, оның легі көбеюде. Олардың бірақ растығы мен расталмағандығына сұрақ туындайды. Әрқайсысына ден қойып бір көңіл бөле берудің қажеті қанша? Кейде дұрыс айтасыз, бір ұсақ-түйек проблеманың өзін таудай көрсететіндер бар ғой. Әртүрлі әкімді белгілеп кетеді, осындай жағдай болып жатыр деп. Біз кейде көп нәрсеге міндеттеп тастағанбыз, сол әкімдердің басқасының рейтингісін біз әлеуметтік желідегі халық не деп жатыр, сол пікірмен өлшейміз де. Ол проблема барлық өңірде бар. Оны жасырып ашық айту керек. Сол байқұс әкімдер не істейді? Олар жұмысын барлық қалады, ана Фейсбукқа пост жариялаған блогерлермен күреседі. Оның ішінде де әрекеттер бар. Ақша жасаудың жолына айналдырып алған. Өйткені мына жақта біз рейтинг солай есептейміз ғой. Сен туралы андай негатив пікір жазып жатыр. Сондықтан біз ана жақта елдің жағдайы не болса болсын, әйтеуір әлеуметтік желіде бар тамаша болса болды деп. Ол дұрыс емес. Сондықтан әрине жұмыс жасалу керек. Әлеуметтік желінің енді пайдасы бар. Кішкене ашықтық тудырды, белгілі бір деңгейде демократия келді. Бірақ бүкіл жұмысты осы әлеуметтік желіде пікірмен өлшеуге болмайды. Ол халықтың 1% ол әлеуметтік желі. Енді әлеуметтік желілерде бақ құралдарында ақпараттар тарап жатыр. Бірақ сіз өзіңіз медиа саласында жұмыс жасағандықтан кей кездері бір көрген ақпараттарға осындай бір жасаған жақсы болар еді деген бір ойыңызда жүрген кеңесіңіз болса, бізге ұсынысыңыз болса. Талбен бізде жұмыс стилін мүлдем өзгерту керек. Енді бұған дейін білесіздер, мысалы үшін бас билеуші партия қазір Нұр Отан болды, оның филиалының төрағасы кім ол әкім. Ол сол жақта бақылайтын, қадағалайтын ел шағым кімге келеді? Сол партияға келеді. Әкімге жұмысына көңіл толмауы мүмкін. Бірақ оны басқаратын әкімнің өзі. Бүкіл жұмысқа өзі жауапты. Бұл енді кәдімгі былай қарасаң Қожа Насырдың ісі сияқты, жаңа әкім кабинетінде отырады. Бүгін Нұр Отан партиясы филиалын кеңес өткізеді екен. Біздің жұмысымызды талқыламақшы. Соған ана аппарат басшыны шақырады, мен протокол докладымды алып кел деп жазады. Сөйтеді, түстен кейін Нұр Отанның жиынына барады. Тағы өзі төраға. Не деп жатыр дейді, мынандай биыл ғана қойылған мақсат 80%-ға ғана орындалыппыз. Әкім дұрыс жұмыс істемей жатыр. Әкім қабылдау керек. Мен сөзім міндетті түрде жеткізіңдер дейді. Жақсы жеткіземіз дейді. Ол өзін айтып отыр әкім. Сөйтеді кабинеттен шығады да қайта әкімге неге барады. Ал не деп жатыр андар дейді. Әкімге көңіл толмай жатыр, мына нәрсені жұмыс істеуіміз керек деп. Жақсы, бұл нәрсені орындаймыз деп. Бұл Қожа Насырдың ісі ғой. Біздегі жұмыс осылай жүреді де. Бір қолмен екінші қолын шаба алмайды ғой. Сондықтан енді осы жолдаудан кейін көп нәрсе өзгереді келесі сайлаудан кейін. Ана Тоқаев айтты ғой. Бізге халықтың сеніміне кірген адамдар, солар керек, және күл керек деп. Сондықтан енді мажоритарлы жүйе енгізеді аудан деңгейі, тіпті 100%. Яғни халық өзінің күнделікті көріп жүрген сүйкімі бар бір адамды таңдап алады мәслихат депутаты. Оңды жауапкершілік артады. Күнде үйіне қайтып келгенде көше тұрғындар айтады, "Ой, айналайын, 2 ай өтті, сен не істеп жүрсің?" деп. Ол ауылдың мәселесін тікелей әкімге жеткізеді. Мәслихаттың рөлі үлкен бұл жерде. Ертең жұмыс ұнамаса, әкім тіпті дауыс қылса бұл орнынан алып тастауы болуы мүмкін. Сондықтан бұдан кейін енді көп нәрсе өзгереді. Ашықтық дейміз ғой. Бізде осы бір көңіл деген нәрсе бар. Адам арқасынан қағып қалың қалай деп сұрай салсаң, біз қазақпыз ғой, оған да жақсы болып қаласың. Әкімдерді қайда біз жылдың соңында көреміз. Осындай жұмыс жасадық, басқасын жасадық деп. Әкім деген жылдың басында келу керек. Халықпен ашық айту керек. Сендер анау дейсіңдер, мынау дейсің, айналдырған мынандай бюджет қана бар. Менің қолымда тұрған жоқ. Мен облысқа қол жаямын. Ана жақтан ол министрліктен алады. Осындай ақша бар ағай. Не істейік осы жылы? Көшені жасаймыз ба, мектептің сыртын қаптайық ба, балабақшаның алдын жасаймыз ба, өздерің шешіңдер. Жол мәселесі бір жылда үшеуі бірдей жасалмайды, оны ашығын айту керек. Надан бастайық ба деп. Халықтың өзі шешін. Міне осындай бір ашық диалог жоқ бізде. Біз өткенде бір жақсы ұсыныс айтқам, интернет жақсы ұстайтын бір ауданда бір цифрлық аудан құрайық деп. Каспий газет деген мобильді қосымша бар ғой. Сол сияқты ауданның елді мекендерін әр көшеге кіргізіп,
мобильді қосымша енгізсек. Әр өңірдегі өз көшесінде проблеманы тұрғындар дауыс беру арқылы береді. Қазір біз халыққа жазуға да ерінеді. Тіпті проблемалар негізі біз көрсетіп қойсақ. Ол лайк басып отырады, қайсы көп лайк жинайды, сол проблема алдыға шығады. Және ол ауылға не жетіспейді? Есто жоқ шығар, қоғамдық монша жоқ шығар. Оны да белгілесін. Ана кәсіп ашқысы келіп жүрген адамдарға да жақсы. Мына елді мекенде не ашсақ деп қарайды да дауысқа салып. Мына нәрсені сұрап отыр. Мына нәрсеге жаңа 8 мың адам лайк басып отыр. Яғни мына наубайхананы ашсам, 8 мың адамға нан берсем, күнде мен мынандай пайда табамын деп. Бұлар да сол арқылы есептейді. Және енді бір ауданда 80 мың адам тұрса, соның 60 мың дауыс берсе, жаңа әкім 60 мың адамның үйіне кіріп шыққанмен бірдей ғой. Сенде не проблема? Сенде не проблема деп. Көрдіңіздер ғой? Осындай бір ашықтық жетіспейтін. Енді цифрлық жүйенің мүмкіндігін барынша біз пайдалануымыз керек. Осындай бір жақсы жобалар бар, ұсыныстар. Енді бұл жерде қалыптасқан стереотип та бар. Мемлекеттік қызметшілер, өзіңіз айтып отырсыз, кабинеттен шықпайды деп. Мемлекеттік қызметшілердің имиджі деп айтайық. Имиджін көтеруге қандай жұмыстар жүргізілуге керек? Енді біз шенеунік деген сөз ол сол әкім, министрлерге, вицелерге айтылуы мүмкін. Қарапайым мемлекет қызметшілер білесіздер. Тіпті жаның ашиды. Айлықтар төмен. Ол айлықты төмен болғаннан кейін басында мың проблема. Ол жан тәнімен жұмыс істей алмауы мүмкін. Ол отбасын асырау керек. Кейде осындай өздеріңіз алғандай бір жемқорлық фактілерінде анықталып қалатыны сондықтан. Ал сен енді айлығыңды көбейтсең бәсекелестік артады. Ол жерде бәсекелестік ол сапаға жұмыс істейді. Сен арасын таңдап аласың. Көрдіңіздер ғой. Сондықтан ол материалдық жағдайға да көп нәрсе байланысты бұл жерде. Мысалы үшін қарапайым көрермен көп нәрсені білмеуі мүмкін. Бір елді мекендер бар. Жылда орталық жол ғана жасалады. Қалған жолдар кеңес өкіметінен бері жасалмаған. Ел осыған ашуланады. Неге мына жолдың не құдіреті бар, неге осын жасай береді деп. Мысалы үшін ол жол ауданға қарамайды. Ол екі елді мекеннің арасын байланыстырып отырған ол облыстың маңыздағы жол. Ал мына жақта ол республикалық маңызды жол. Ол қазақта жолға қарайды. Әкімдіктің мүлдем қатысы жоқ. Ол қарапайым ел түсінбейді ғой. Осы ең болмаса осын барып ашып айтса, айналайындар бізге күтіп отырғанымыз ақша бәленбай жыл болды. Қалай ақша түседі, мына жасамаймыз. Мына жол жасайсыңдар дейсіңдер. Мынау бізге мүлдем қарамайды, бұл облыстық бағыттағы. Бұл облыстан тікелей ақша бөлінеді. Мына жол қазақта жол, ол республикалық бағыттағы, мақсаттағы жол. Осындай бір қарапайым дүниелердің өзін біз кейде түсіндіре алмай, ашық айта алмай жатырмыз, иә. Енді біраз саяси реформалар жөнінде айтты ғой президент. Бұдан кейін көп нәрсе өзгеру керек. Өйткені біз халықтың үнемі деген дүниелер бұған дейін ол жақшаның ішінде айтылды. Өйткені мен мысалы үшін бір жерге әкім болып бардым. Мен тағайындайтын кім президент. Иә? Мен сол партияның сол жерде филиалының төрағасымын. Ол бәрі маған жақын, мен маңайындағы адамдар, мәслихат депутаты. Мына жақта ақшаны бөлетін тікелей басшым бар, облыстан бөлінеді. Мына жақта сіздер рейтинг беріп отырса, қарайсыздар соған мемлекеттік қызмет агенті бірдеңе бұзбасам болды. Әлеуметтік желіні таза қылып қоямын. Жұмыс беріп отырған, ақша бөліп отырған адамдарға жақсам болды. Мен халықтың тілін табатындай, олар маған қатысы жоқ қой түкті. Мүлдем маған қатысы жоқ. Олар мені орнымнан алып тастай алмайды, орныма қоя алмайды. Олардың сөзі де маған әсер етпейді. Көрдіңіздер ғой? Сонда тікелей байланыс болған жоқ бізде осы уақытқа дейін. Енді бұдан кейін көп нәрсе өзгереді деп сенеміз. Енді жаңа Қазақстан деген енді құр ұран болып қалмау керек, нақты бір қадамдар, нәтижелер күтеміз. Көп рахмет. Иә, рахмет. Жалпы мемлекет басшысының бізге берген тапсырмасы бар, оны орындау біздің міндет. Дегенмен қазақта жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Жаңа Қазақстан құруда бірігіп атсалысайық. Сіздермен болған мен Анар Тәңірберген және де біздің бағдарламамыздың қонағы Мақсат Толықбай.